Ұялу деген адамға өзі туа біте берілген сезім мен эмоцияның бірі. Оны ешқандай өшіріп тастай алмаймыз, немесе бір алып тастай алмаймыз. Ешқандай ол бізге берілген қажетті сезімнің бірі. Бір сигнал ұялу деген. Қандай сигнал? Ол қандай сигнал екенін анықтау үшін бірінші ұялу сезімі қаншаға бөлінеді, түрлерін ажыратып алайық. Ұялу сезімі екіге бөлінеді. Шын ұялу, екіншісі қысылу немесе тартыну. Шын ұялу дегеніміз, мысалы, әйелдерде түріне қатысты ұялу, ер адамдарда жұмысына, жыныстық қабілеттілігіне байланысты ұялу. Осы шын ұялуды осылай атайды. Ұялу дегеніміз, мысалы, түріне қатысты әйелдерде кездесетін. Көзімне тым дәу, ең көп кездесетін ұялу сезімі, самооценкаға байланысты осы ұялу сезімі, осы түрі. Көзіне қатысты ұялу сезімі, мысалы, көзім дәу, немесе көзім тым кішкентай, немесе мұрынға қатысты мен бір клиентім болған. Мұрным мен картошка мұрын деген өзінің мұрнынан ұялған да. Немесе мен бойым келте, немесе бойым тым ұзын, немесе мен тым арықпын, немесе тым семізбін. Қылығына қатысты әйел затындағы өзінің ұялуы. Мысалы, мен қылығым бір сүйкімсіз, бір болмай қалғанмын, мен түрім ешқандай. Бұл астында, бүкіл айтылған сөздердің, ұялу сезімінің астында мен жақсы көруге, қабылдануға лайықсызбын деген тұжырымдама жатыр. Әйелдің сондай бір тұжырымдамасы жатады ұялу сезімінің астында. Еркектерде, мысалы, мен көп ақша таба алмайтын, қолымнан ешнәрсе келмейтін, қабілетсіз, болмай қалған, біреу әйтеуір бір жүретін жалқаубек деген туралы, сондай жалқаубек деген өзінен өзі ұялған сондай сөз бар да, бір өз туралы. Бұл ұялу сезімнің астында осы бірінші түрі ұялудың, шын ұялу. Мен еш нәрсеге жарамсызбын, мен қабілетсізбін, мен лайықсызбын деген тұжырымдама жатыр адамда. Осыны шын ұялу, ол адам өзінің барлығынан өзінен ұялады деген сөз. Осы ұялудың бірінші түрі. Ұялудың осы шын өзінен ұялу деген түрінде, мысалы үшін, қалай айтамыз, сын есіммен сипатталатын сөздер кездеседі. Мысалы, бағана мен мұрным картошка, немесе мен мұрным жалпақ деген, мысалы, әйелдердің сөзінде. Немесе мен бір сүйкімсізбін деген тұжырымдамалары шыққан кезде сын есімдер, бұның бәрі сипаттама жасалынып жатыр әйелдің өзіне қатысты, немесе қыздың өзіне қатысты. Сын есім, яғни қандаймын деген сөздің астында бірінші сол сөз шығады, ой шығады, ойдан кейін ұялу сезімі шығады. Осы ұялудың бірінші түрінің барлығы дерлік адамның өзін бағалауына байланысты. Адам өз-өзін қаншалықты төмен бағаласа, соншалықты көп өз-өзінен тартынатын, өз-өзінен ұялатын, өз-өзін қабылдамау дәрежесі соншалықты жоғары болады. Бұл бірінші түрі. Бірінші түрі әйелдерде, тағы айтып кетейін, әйелдерде түріне қатысты, түріне, қылығына, жүріс-тұрысына, өзіне қатысты. Ал екінші еркектерде жұмысына, еңбекке қабілеттілігіне, тағы басқа сол сияқтыларға қатысты. Барлық ұялу, осы бірінші түрінің барлығы инстинкттерге негізделген. Адамда ең басты инстинкт тірі қалу мен көбею инстинкті. Сол инстинкттерге негізделіп ұялу сезімі шығады. Мен ендігі видеода ұялу сезімін, самооценкаға қатысты бір видео түсіремін 2-3 күннен кейін. Сол кезде ұялу сезімі, осы тура бірінші түрі, адамның өз-өзін қабылдамауы, адам өз-өзін төмен бағалауы, ол қайдан шығады, қалай қалыптасқан, не әсер еткен, соның бәрін бір әйелдің, менің бір клиентімнің мысалында біртіндеп талдаймыз, ашамыз сіздермен бірге. Сол кезде түсініктілеу болады деп ойлаймын. Ұялу сезімінің екінші түрі қысылу, немесе тартыну.
қысылу, тартыну, ұялу сезімі өзі қысылу, тартыну, мысалы бірінші ұялудың шын адам өз-өзінен ұялу сезімі ол сын есімге негізделген сөздерден шығатын болса, мысалы бағанағы айтқан өзінің түріне немесе қабілеттілігіне байланысты сөздермен негізделетін болса, бұл қысылу, тартыну сезімі етістіктерге негізделген. Етістіктерге, мысалы, не істедім, бір іс-әрекетке негізделген. Мысалы, бір кафеде отырмын дейік мен деп өзім атымнан мысал айтайын. Кафеде отырмын, үстіме бір кофе ма, бір мороженое ма төгіліп кетті. Мен жан жақтағы адамдарға қарап, болған іс-әрекеттен қысыламын. Осы сезімді қысылу дейді. Бұл жерде немесе бір көпшілік адамдардың арасына осырып қойдым дейік. Сол кезде мен қысылам адамдардан, тартынып қысылу сезім. Бір ұялу сезімін осылай екіге ажыратамыз. Ұялу бірінші сезімі, мысалы, мен өзімнің қабылдамауыма байланысты болса, бірінші ұялу. Екінші сезім, адамдар не ойлайды екен, әлеуметтік ортадағы адамдар қалай ойлайды екен, ұят болды ау деген түсініктің астында етістіктермен негізделген, етістік дегеніміз мысалы іс-әрекетке негізделген сөздерден шыққан қысылу мен тартыну сезімі. Бұл бір ұялуды осылай екіге бөлдік. Осы екі сезімнің ішінде адамды қатты көптеген проблемалар туындататыны, өмірінде көп әсер ететін адамның, тағы да көп қателіктер туындататыны, ол біріншісі болып табылады. Егер адам қаншалықты өзін көп қабылдамайтын, өзінен қатты қысылатын, әр жерінен өзінен кемшілік таба беретін, өзін лайықсыз, жарамсыз, бір болмай қалған сезіне берсе, ол дегеніміз ол өміріне кері әсерін тигізеді. Ондай адам көп әрекеттер де етпейді. Көп, мысалы, әйел адам дейік, әйел адам немесе қыз бала қатты өзінің түрінен, немесе дене бітімінен, жүріс тұрысынан, қылығынан қатты ұялатын болса, өзінен ұялатын болса, ол сондай ұялдыратын, сондай нүктесін ұстап алатын, өзіне серік тауып алуы мүмкін. Еркектерде де сондай. Мысалы, ер адам өзіне жұмыста қабілетсіз, бір ақша таба алмайтын, өзіне жарамсыз сезіне берсе, ол екіге бөлінуі мүмкін. Оның ары қарай жағдайы. Бірінші дәлелдеймін деп қатты жылдамдықпен жұмыс істеп дәлелдеуге тырысып, өмір бойы күресумен, дәлелдеумен өтуі мүмкін. Екіншісі бағанағы. Немесе ешнәрсе істемей, мен осындай жарамсыз адаммын деп әрбір адамның өзін бір төмен санап, өмірге осы бірінші сезімі, ұялу сезімінің адам өз-өзін қабылдамау, өз-өзінен қысылу, бірінші ұялу сезімі көп өмірге әсер етеді. Біздер осы психологтардан жұмыс істейтінде осы өз-өзін қабылдау, өз-өзін жақсы көру, өз-өзінен ұялу сезімі осы барлығы бірінші ұялу, өз-өзін қабылдамау сезімдерін барлығы мидағы нейрондармен байланысты. Мен қысқа айтып кетейін да. Нейрондар бар, мысалы, мен мұрным картошка деген менде тұжырымдама болса, ол балалықта құйылған әке-шешеміздің сөздері, іс-әрекеттерінен баланың миына құйылады. Балалар логикалық ойланып, мен мамам маған не айтып жатыр, бұл шындыққа жанаса ма, жанаспай ма деп сараптама жүргізе алмайды. Баланың миы олай дамымағандықтан миыға құйылып нейрондар қалыптасады. Менің мұрным картошка мұрын деген сияқты. Содан кейін ол адам мұрнын, бетін көрсетуге ұялатын, өзінен қысылатын, ұялатын адам болып тәрбиеленіп қалыптасып шығады. Мен 2 сағаттық па видео түсірем өз-өзін қабылдамау туралы бір келіншектің мысалында. Сол кезде бәрін біртіндеп осыны талдаймыз. 2-3 күннен кейін құдай қаласа. Сол үшін өмірге көп әсер етеді. Бірінші ұялудың бірінші түрі өз-өзін қабылдамау, өз-өзінен ұялу. Ол ешқандай бір мынандай сөз бар ғой, адам қаншалықты ұялса, соншалықты ол адамда адамгершілігі жоғары, немесе соншалықты ол көркем мінезді, ол шындыққа жанаспайды ешқандай. Адам қаншалықты өз-өзінен ұялып қысылатын болса, өзінің денесінен, өзінің қылығынан, даусынан, мысалы үшін,
өзінен ұялатын болса, соншалықты оның өміріне бұл бір тартып тұрған жүк сияқты болады өмірінің соңына шейін. Сол нәрселерді емдеп келіңіздер, реклама жасап қояйын. Соны емдеп өз-өзінен ұялу сезімін жөндеуге болады. Енді бұл генетикалық нәрсе ма, жоқ, кейін пайда болған нәрсе ма деген сұрақ туындайды. Көп ғалымдар екі топқа бөлінеді. Ұялшақтықты мысалы бала туылды дейік. Сондай ата-аналар бар, өз-өзінің денесін, өз-өзінің жүрісін, өз-өзін қабылдай алмайтын. Өз-өзін жарамсыз солай сезінгеннен кейін сол нәрсені балаға да олар саналы түрде емес, арнайы ешкім енді баласын ондай нәрсе істемейді ғой. Біреулер саналы түрде де болуы мүмкін. Көп жағдайда бейсаналы түрде баласына сол нәрсені ұялдыра береді, әрбір қылығын баласының. Мысалы, жүріс-тұрысын, қылығын әшейін, мысалы, баланың мұрны аққан болса, ойбой деп жиркеніп қараса, сол бала өмір бойы өзін жиіркеніш сезініп, өзінен ұялып жүруі мүмкін. Денесінен, өзінен. Сөйтіп, солай миына атадан балаға келді деген, тұқым қуалап келді деген осы. Мен өзім солай ойлаймын. Бірақ мынандай бар, мидың ерекшелігі бар. Біз бәріміз, мысалы 10 адам болсақ, 10 адамда 10 түрлі ми. Оның әрқайсының өзінің икемділігі басқаша миларда енді. Біреулер, мысалы, екі балаға бірдей әңгіме айтсаңыз, бірдей бағанағындай ұялдыратын сөз айтсаңыз, соның біреуі ұялшақ болып, оған сонда ұялшақтыққа бейім миы бар бала болса, ол ұялшақ болып, өз-өзінен ұялғыш болып шығады да. Ал екіншісі ондай нәрсені қабылдамай қою да мүмкін. Бірақ әрбір балаға қайта тоқтаусыз ұялдыра берсе, ол бала өзін қабылдамайтын, өзін жақсы көрмейтін адам болып шығады. Генетикалықта фактор әлеуметтік орта, яғни әке-шешесінің қарым-қатынасы балаға деген барлығы бірге жинақталғанда ұялшақ адам болып шығады. Ұялшақтық келесі. Ұялу мен қысылу сезімі болмайтын адамдар бар ма деген сұрақ туындайды. Бар. Мысалы, жақында мен тұлғалық мінез бұзылыстар бар адамдар деген үлкен видео курстар топтамын жасамақшымын. Сол бойынша адамдардың ішінде 3 топты адамдар бар. Бірінші психопаттар, екінші нарциссттік тұлғалық бұзылыстар бар, үшінші социопаттар. 3 тобы бар. Ол бұл бұрынғы диагностикалық анықтамалықтардан айтылып отыр. Қазір бұндай емес, диагноздар өзгереді, әрбір 4 жыл сайын ба, 5 жыл сайын өзгереді. Осы 3 типтегі адамдар, психопаттар, нарциссттік тұлғалық бұзылыстар, кейін социопаттар, осы 3 адамдардың ішінде бұл адамдар мінезі бұзылған адамдар. Бұл адамдарда, мысалы үшін, бағанағы нарциссттік тұлғалық бұзылыстарында ұялу сезімі жоқ біріншісі. Ұялу дегеніміз бағанағы менің мұрным картошка, менің жарамсызбын деп айттым ғой, самооценкаға қатысты. Оларда ондай жоқ. Олар өзін барлық мен бүкіл барлығым мен зормын деп сондай түсінік бар да оларда, нарцисстерде. Бірақ оларда қысылу мен тартыну күшті. Олар өзін зор санайды, ешқандай өзіне адекватты, шынайы түрде өз-өзін бағалай алмайды да. Бірақ олар қысылып тартынады, адамдар не айтады деген оларда ұялу екінші түрі басым. Адамдар не айтады деген ой күшті да. Бірақ өзін жоғары санайды. Самооценкасы өте зор, мен жұлдызбын деп есептейді ол кісілер. Нарциссттер. Бұлардың барлығы өзі уы бар адамдар.
мінез бұзылыстары бар, емделмейтін, түзелмейтін ешқандай сондай адамдар. Екіншісі психопаттар. Егер нарцисстерде мысалы ұялу сезімінің бірінші түрі жоқ болып, қысылу мен тартыну сезімі басым болса, адамдар не ойлайды деген тұжырыммен жүретін болса олар, екінші психопаттарда екеуі де жоқ. Олар не қысылмайды да, не тартынбайды да, не өзіне де төмен баға бермейді де. Олар психопаттардың көбісінде негізінен шындап айтқанда көптеген сезімдері жоқ оларда. Олар тек көп жағдайда интеллектуалды мүмкіндіктерімен, тек ақыл оймен ғана жүретін, эмоциялық бөлігі өшірілген дейміз ба, не дейміз, сондай адамдар. Олар қысылмайды да, тартынбайды да, кім не ойлап жатыр деген ешқандай ойда келмейді. Кейін анандай менің де бір кемшілігім бар шығар, менде мынандай өзіне теріс те баға бермейді. Сол адамдарды бұл әшейін бір маркер, бір ғана белгісі, одан басқа да көп белгілер бар. Енді біреу ұялмайды екен деп бірден психопат деп ол адамға диагноз қоюға болмайды. Бір ғана сипаты ол. Сондай. Социопаттарда да сондай. Социопаттар тек қана импульсивтілігімен ерекшеленеді, бірақ психопат екеуі бір-біріне өте ұқсас болып келеді. Социопаттарда сәл-сәл сезімдер мен эмоциялар аздап байқалады оларда. Қысылу мен ұялу сезімі болмаған адамдар осы ортаға бейімделуге тырысып, енді адамдардың барлығы, бұл адамдар 1-2% бағана психопаттар арамыздағы. Адамдардың ішінен 100% адамнан 1-2% шығады ондай адамдар. Мінез бұзылысы бар. Бірақ осы ортаға, біздің ортамызға, адамдардың ортасына кіру үшін бағанағы осы мінез бұзылысы бар адамдар біз имитация жасап үйренеді. Мысалы, ұялу сезімін, мына жағдайда ұялу керек екен, мына жағдайда қысылу керек екен, мынандай жағдайда мынандай нәрсе айту керек, тек ауызбен ғана айтылады оларда. Бірақ ішінде ондай сезім сезінілмейді ешқандайда. Сол үшін, бірақ егер сондай ол адамды адам қылатын оның сезімі ғой. Егер бізде қысылу, ұялу сезімі болмаса, адам қалаған нәрсесін істеп кетеді. Егер оған мүмкіндік жасалса, заң болмай, немесе бір ұстап тұратын шекара болмайтын болса, егер бізде қысылу сезімі, ұялу сезімі болмаса, ол бізді өзі адамзат ортасын солай реттеп отыратын сезімдер мен эмоциялар бізді басқа. Біз өзіміздің ұялу сезімімізді сезінгеннен кейін басқа біреу ұялып отырса соны түсінеміз. Мынандай өзінен ұялып, өзін жарамсыз сезініп отыр деп ол адамды жұбатамыз. Осындай біз бір-бірімізбен адамдар байланысады. Мысалы, қысылып, тартылып отқан адамға ұялмай ақ қой деп айтып, біз бір-бірімізбен байланыс болады. Адам осыны эмоционалды байланыс деп аталады. Сол үшін ұялмайтын, ұялу, қысылу сезімі қажет. Ұялғанда ертең 2-3 күннен кейін мен өз-өзін қабылдау, өз-өзін бағалау деген видео түсірем. Арқасынша бір келіншектің өміріне, мен клиентімнің өміріне арналған қанша уақыт болатынын білмеймін, бір жақсы видео түсірем, Құдай қаласа. Сол кезде адам ұялған кезде не істеу керек деген сұраққа арасына жауап беріліп